Арыстан баб туралы біз білмеген 5 құпия. Арыстан баб қазақ даласының ең киелі тұлғаларының бірі. Ол жайлы аңыздар көп, бірақ кейбір тарихи шындықтар көпшілікке беймәлім. Төменде Арыстан баб туралы кең таралмаған, бірақ зерттеушілер назарындағы 5 құпия дерек берілген. Бірінші құпия: Арыстан баб Қожа Ахмет Яссауиден басқа да рухани ірі тұлғаларға ұстаз болған. Көпшілік Арыстан бабты тек Қожа Ахмет Яссауидің ұстазы ретінде біледі. Алайда сопылық тарихты зерттеген ғалымдардың айтуынша, Арыстан баб Жүсіп Хамадани, Шайх ат-Тармази секілді түркі әлеміндегі өзге де сопылық ілім иелеріне ықпал еткен. Бұл оның тек бір ғана шәкірт емес, бірнеше рухани бағытқа әсер еткен тұлға екенін көрсетеді. Сопылық дәстүрде бұл ерекше мәртебе саналады, себебі ұстаздық еткен рухани тізбек арқылы адамның ілімі мен шынайылығы таралады. Екінші құпия: оның аузында сақталған құрма пайғамбар Мұхаммедтен жеткен нақты аманат. Аңыздарда Мұхаммед пайғамбар Арыстан бабқа бір құрма тапсырып, болашақта оны Қожа Ахмет Яссауиге беруін өсиет еткен. Бұл жай ғана миф емес. Сопылық ілімде бұл оқиға рухани шежіренің символы ретінде қарастырылады. Яғни, Мұхаммед пайғамбардан рухани ілім Арыстан баб арқылы жалғасып, Қожа Ахмет Яссауиге жеткен. Құрма пайғамбар ілімінің көрнекі белгісі. Бұл дәстүр исламдағы силсилә деп аталатын, яғни ұстаздан шәкіртке ауысатын рухани шежірені дәлелдейді. Үшінші құпия: Арыстан бабтың шын есімі Салман әл-Фарси болуы мүмкін. Кейбір исламтанушы және шығыстанушы ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, Арыстан бабтың тарихи бейнесі Салман әл-Фарси есімді сахабамен сәйкес келуі мүмкін. Салман әл-Фарси Иран жеріне шыққан, исламды алғаш қабылдаған тұлғалардың бірі. Кейбір жазба деректерде ол ислам дінін Орта Азияға жеткізген алғашқы сахабалардың бірі болғаны айтылады. Егер бұл сәйкестік рас болса, онда Арыстан баб исламның алғашқы ғасырларындағы тікелей куәгер, және оның бейнесі уақыт өте келе түркілік атаулармен қайта жаңғырған деуге болады. Төртінші құпия: Арыстан баб кесенесі көне түркілік діни нүктенің орнына салынған. Археологтар мен этнографтардың зерттеулеріне сүйенсек, Арыстан баб кесенесі орналасқан жер исламға дейінде киелі орын болған. Бұл маңда ежелгі түркілер тәңірге сиынып, құрбандық шалу рәсімдерін өткізген. Археологиялық қазбаларда осыған дәлел болатын заттар, тіпті тасқа ойылып салынған таңбалар мен көне құрбандық орындары табылған. Демек, бұл мекен діни маңызы бар орын болып ежелден белгілі болған. Ислам діні келгеннен кейін бұл киелілік жаңа сипат алып, Арыстан баб есімімен байланыстырыла бастады. Бесінші құпия: кесене аспан жұлдыздарына бағытталып салынған. Жергілікті ғалымдар мен сәулет тарихын зерттеушілер Арыстан баб кесенесінің құрылымын зерттей отырып, оның сол замандағы жұлдыздық картаға сәйкестендіріліп салынғанын анықтаған. Яғни кесененің бағыты белгілі бір жұлдыздарға немесе күн мен айдың қозғалысына тура келеді. Бұл оның салынуында тек діни емес, ғылыми астрономиялық есептеулер де қолданылғанын білдіреді. Бұл дерек ортағасырлық мұсылман сәулетшілері мен дін иелерінің ғылымды терең меңгергендігін көрсетеді. Қорытынды: Арыстан баб жайлы көп айтылғанымен, шынайы тарихи негізге сүйенген бұл 5 құпия оның тұлғасын жаңа қырынан тануға мүмкіндік береді. Ол тек аңыз емес, шын мәнінде ислам дінін және ғылымды қатар алып жүрген терең ілім иесі болған.